Бабалар ізімен ғылыми экспедициясының сапары жалғасуда. Саяхатшылар құрамындағы тарихшы, генетик мамандар бұл жолы Жапония, Оңтүстік Корея, Қытай, ақш елдеріне жол жүреді. Мұнда 13 ғасырдағы Құбылай ханның әскери құрамында болған Қыпшақ жауынгерлері мен Америкаға қоныс аударған алтайлықтардың тарихы тереңінен зерттелмек. Саяхатшылар бұған дейін 24 елді аралап, тың дерек көздер тапқан болатын. Ол жөнінде экспедицияның ақпараттық серіктесі Қазақ ТВ арнасынан 40-қа жуық фильм көрсетілді. Бұл жолда осындай жұмыстар жоспарланған. Қосымша насихат шаралары ұйымдастырылады. Басты мақсат қазақ тарихын өскелең ұрпаққа жеткізу, жас ғалымдарға бағыт-бағдар көрсету. Қазақстандық Жиһангез саяхатшы Сапарысқа ағылының жетекшілігімен басталған іс-сапар 26 сәуір аяқталып, жолаушылар елге оралады. Ол елдерде біздің бабаларымыздан қалған іздер даңғыл жол сияқты жатыр. Соларды біз көруіміз керек, түсіруіміз керек, соны жастарға жеткізу керек. Қазақтарға айтатыным, оян қазақ, оян, тарихыңды біл, бабаларыңның ісін біл, солармен сен тең болам деп кішкене тырысуың керек.